Құрдымға кетірер ашкөздік, негізсіз қорқақтық, таң қалдырарлық опасыздық, жауапсыз махаббат пен албырт құштарлық, мұндай эмоциялар толқынның бір мезетте орын алуын тек бір жағдайда ғана байқауға болады. Фильм немесе спектакль көргенде. Бұл құбылыс бізді өзіне тартады және баурайды. Бірақ сіз бірде-бір рет сол сахна сыртындағы әлемнің қандай екендігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Көрерменнің қиялын шарықтатып сендіру үшін кім және қалайша кейіпкерлер бейнесіне енеді? Эфирде бетпердесіз тележобасы. Облыстардағы халық театрларының қайта құрылғанына көп уақыт болған жоқ. Алайда, аз уақыттың ішінде аталмыш мұндай ұжымдар түрлі қойылымдарды орындап, өздерінің толық репертуарын жасады. 2013 жылдың 13 желтоқсанында Талдықорғанда халық театрларының мықтылары бас қосты. 3 күнге созылған шарада үздіктер анықталды. Нәтиже бойынша бірінші орынды Жаркент қаласы Панфилов ауданындағы Дәнеш Рақышев атындағы театр иеленді. Талаптан Ахметжанның Қараторғай атты оқиғасымен жұмыс жасап жатқаныңыз білем, сол туралы айтып берсеңіз. Өте күрделі жақсы пьеса, керемет. Алғаш алып оқыды, өте тартымды болып жүрді. Көптеген проблемалар көтереді. Бүгінгі күннің тақырыптарының проблемалары өте көп. Көтерілді 86-та егемендік үшін алғашқы айған. Алматы көптеген жастардың үйсіз, жайсыз, қанша жыл болса тұрып жатқан арақтың адамға қаншалықты зияны. 96 жылдан бастап бері кішкене елдің арасында ақшалы қалталы азаматтар шығып, тез жолға жетіп қалғандар бар. Солар туралы проблема көтеріледі. Енді жалпы пьеса өзі жақсы өте жазылған пьеса. Өзіміз ұнағаннан кейін соны қойып халыққа көрсетіп жатыр. Аға, оқиға барысында қандай сюжеттер орын алады? Енді бірінші суретте Айданың премия алып, үй жайы болмаса да, премия алып, жақсы арынды жазушы, соның тойын тойланбады. Соны жуып, сонда құрбан кімнің досы Айданың. Сол Томарбайды алып келеді сол әтей. Қайдасың, Муза? Айтан рөлі өте ақ көңіл, сенгіш, халқына адал қызмет ете білетін азамат, жазушы. Бірақ оның еңбектері көп жерде елене бермейді. Оқиға басталғаннан бастап оны алдай бастайды жаңағы. Шал, орыс шал, тетсяша. Басқа біреуменен ақшасына келісіп, үстінен пәтерден қуып шығады. Одан кейінгі жаңағы жан досы құрбан, үй алып берем деп алдап, жаңағы ақшасын алып болады. Мен осы спектакль барысындағы ойнаған рөлім Томарбай атына жатсай байдың рөлі. Енді қулық, өтірікші, алдап соғатын адам, соның рөлін ойнайым. Бұл енді 90 жылдардағы басында болған оқиға. Өте сүйік адамда өмірде адам болады ғой, мысалы адамдардың ой сана, торсызға деген, не деген олай сезінбейтін адамдар болады ғой. Өзінің күн үшін ғана, тек қана ақша үшін, күн үшін Томарбайдың жанында ілесіп жүру үшін, соның бір оң жанында жүріп ақша табу үшін, досын құрбандыққа, әйелін тұрып, құрбандыққа дейін шығады. Ақша, дос. Мен құрбанның рөлін ойнайым. Жаңағы өзінің студент кезден бірге жүрген достарының үйінде бір жағы өзі асаба, бір жағы ән айтады. 200-ді жігіт. Өйткені ол өзінің жаңағы бизнесменге дейміз ғой, соған қасында жүріп, өз пайдасын ойлайтын жігіт. Көбінесе өз пайдасын ойлайды. Өз пайдасына келген кезде достарын да сатып кетуге бар. Сондай адам, сондай. Енді бұл құрбан рөлінде бұл сатқынның рөлі бір жағы. Өйткені бұл образды сомдау өте қиындау болды. Неге десеңіздер, мен алдында жаңағы жақсы кейіпкер дейді ғой. Кемпір шалдың рөлін ойнап жүрдік. Енді мынандай сатқынның рөлін ойнау деген өте қиында болды. Өйткені біз оны алғанда бір жағы қиналып, режиссеріміздің арқасы және. Дәл осы жерде сахнадағы шағын асханада тағы да бір кейіпкер пайда болады. Оның сюжеттегі образынан күйікке малынған жанның тұлғасын көруге болады. Алас болсын бәріне алас! Жалпы Жақан өте шыншыл адам болған. Дарынды суретші, қылқалам шебер.
шындықты айтам деп әрқашанда шындықты ғана айтып жүрген адам. 1986 жылы желтоқсан оқиғасында көтеріліске қатысушылардың сөзін сөйлеймін деп оқудан шығарып жібереді. Бірінші мақсат. Содан күйікке батады. Не жұмыс жоқ. Сосын әйелімен ұрысады. Ақша таппайсың. Жоқ, ол шедевр жазу керек. Кімге қажет сенің шедеврің? Шедевршілің. Бұл спектакльде менің сомдаған рөлім Сәния атты келіншек. Ол жаңағы өмірде байдың қызы, жаңағы бар жерден өскен. Ол студент кезінде жаңағы жақанмен танысып, оның жаңағы картиналарына, суреттеріне қызығып, жаңағы болашақта осы жақан атақты суретші болады. Және оның жаңағы ақшасы көп, мен тек байлықта шалқып өмір сүрем деп оған жаңағы күйеуге шығады. Бірақ ол үміті ақталмайды, өйткені жақан жаңағы ішімдікке салынып, жаңағы картиналары ол кезде өтпей, қиыншылықты Сәния көп көреді. Сол қиыншылыққа шыдамаған Сәния жаңағы өзіне үй алып берем, жер алып берем, ақшасы көп жаңағы Томарбайға құрбанның итермелеуімен жаңағы жақанды тастап Томарбайға кетеді. Ал аяқ жағы соңын несінде жәгі үйге ие болады ғой енді жәгі жер алып береді, құрбан алып береді, бірақ Томарбай енді ол опасыз адам ғой негізінде. Ол басқа біреуден құтылу үшін жәгі жерді қайдан тартқызып алады. Олар жаздай ол жерге үй салады, 2 бөлмелі бір мекеннің фундаментін құйған. Енді үйге жеттік ау деп армандаған сонша неғылған кезде келіп үйін тартып алады. Менің байқауымша спектакль барысында сіздің кейіпкеріңіз бәріне алданып, соңында дымсыз қалады. Жалпы оқиға желісінде сіздің сенімді адамдарыңыз бола ма? Және олар не үшін сенесіз? Ол сенім артқанда ол өзінің жан-жар әйеліне ғана сенеді, және жан жолдасы Жақан деген. Негізінде осы екі адамға ғана сенім артады ғой, сенім білдірген. Ақжайлау. Раушанның кейіпкерінде мен жаңағы біріншіден өзінің жолдасын сыйлай білгенін, ол өзінің балаларының анасы ретінде көрсете білген. Содан кейін ең соңында жаңағы Раушан далада қалған, сондайым ғой. Далада қалғанда Раушанның сондай үлкен қаралы күнге жететініші, сондай дәрежеге жететінін. Жаңағы Раушан іштеңесі қалады ғой. Үйін жаңағы бәрін алып қалады. Іштеңесі болмайды. Соңында жаңа Раушан өзінің жүрегі тоқтап қайтыс болады. Оқиғаның соңғы бөлімінде сіздің қолыңызда балта және сіз ашулысыз. Оқиға немен аяқталуы мүмкін еді? Ол әрине айтан ашуға бой бергізбейтін өте сабырлы жігіт болған. Және мына ішкі жан айқайы жүрегінен шыққан көк тәңірінің дауысы болып құлағына естіліп, осындай қатыгез қоғамда осындай алаяқтардың қанына қолын бояғысы келмей, ең соңында жаңағы өз-өзін ұстамды жігіт болған.